Ассалаумағалейкум Қазақстан фермерлері, міне бүгін 2022 жыл 25 қазан, яғни Қазақстанда республикалық мейрам. Біз сіздерді шын жүректен құттықтай келе Шымкент қаласынан Алматы қаласына арнайы келіп отырмыз. Біз Алматы қаласының тұрғындары мен Алматы қаласының қонақтарынан сұхбат аламыз. Яғни фермер деген кім? Ондай сала бар ма, жоқ па? Биогумус деген сөздің мағынасы неде? Ол сөзді біле ме, білмей ме? Ондай болса ағайын, осы видеороликті көріп отырсаңыз, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз бен жазған комментарияларыңыз бізге күш қуат береді. Ондай болса біз жұмылдықта жұдырып бір команда болып жұмысымыз бастаймыз. Міне ағайындар, президент саябағына келіп тұрмыз. Есіміңіз ағайын? Ержігіт, сізге бір 4 сұрақ қойып жіберсем, Қазақстаннан өсетін көкөністерге көңіліңіз тола ма? Жоқ, толмайды. Не үшін? Өйткені бәрі тыңайтқыштар табиғи емес. Химикат па? Қазақстандағы көкөністерге қандай дәрілер беріледі, білесіз ба? Көбінесе селитра ғой. Селитра, иә? Биогумус жер тыңайтқыш бар екен, білесіз ба? Білесіз ба? Қазақстанда фермер саласы бар екен, білесіз ба? Білмейсіз ба? Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз. Сізге бір 4 сұрақ қойып жіберейін. Қазақстаннан өсетін көкөністерге көңіліңіз тола ма? Толмай ма? Қазақстандағы көкөністерге қандай дәрілер қосылады, білесіз ба? Ол жағынан білмейсіз ба? Биогумус жер тыңайтқыш бар екен, білесіз ба? Білесіз ба? Оның көмектері қандай екен, білесіз ба? Қалай көмектеседі? органикалық удобрение деп естігенбіз. Оның бір екі ауыз жақсы жағын, жаман жағын. Жақсы жағын көбесі. Қарбызды өсіп жатыр қазір сондай дәмі ерекше дәмді деп сөйлейді. Адамның денсаулығына өте пайдалы. Осы Қазақстанда фермер саласы бар екен білесіздер ме? Естуім бар. Міне ағайындар, осындай жаңалықтар болады. Мен сізге бір 4 сұрақ қойып жіберейін. Қазақстанда өсетін көкөністерге көңіліңіз тола ма? Иә. Тола ма? Қазақстандағы көкөністерге қандай дәрілер беріледі, білесіз ба? Білмейсіз ба? Биогумус жер тыңайтқыш бар екен, білесіз ба соны? Білмейсіз ба? Как селитра сияқты ше? Білмейсіз ба? Қазақстанда фермер саласы бар екен, білесіз ба? Білмейсіз ба? 4 сұрақ қойып жіберейін аға сіздерге. Қазақстаннан өсетін көкөністерге көңілдеріңіз тола ма? Көңілдеріміз толады. Қай жағынан? Сапа жағынан, арзандық жағынан. Баға жағынан, Қазақстандағы көкөністерге қандай дәрілер беріледі, білесіздер ме? Енді біздің білетініміз сол селитра, аммиак, көкөністерге, амофостар. биогумус жер тыңайтқыш бар екен, білесіздер ме? Білеміз. Олардың жақсы жағын, жаман жағын естідіңіздер ме? Жақсы жағын естіп. Тек қана жақсы жағын естіген жоқпыз. Неге пайдалы, білесіздер ме? Ол енді жаңағы басқа химиялық қосылымдар қосылмайтын табиғи өнім, жер тыңайтқыш. Қазақстанда фермер саласы бар екен, білесіздер ме? Соны білмейді екен. Білмейді ма? Все, жақсы аға, рахмет сұхбаттарыңызға. Сау, аман болыңыздар. Жақсы, аман болыңыз. Міне ағайын, біз өзіміз куә болғандай көпшілік қауыммен сұхбаттастық. Яғни Қазақстанда фермер саласын көп адамдар біле білмейді. Биогумус жер тыңайтқышты көп адам біле білмейді. Қазақстан фермерлері бәріміз жұдырықтай жұмылып, осы кісілерге толық үйретейік ағайын. Органикалық өсімдіктерді көбейтейік ағайын. Ондай болса, осы видеоролик ұнаса астына лайк басып, үлкен комментария жазып, бізді қолдап отырыңыздар. Келесі жаңалықтарда жолыққанша сау саламат болыңыздар ағайындар.